Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді сметаник дайындаймыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші тестамызды дайындап аламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп ыдысымызға салып аламыз. Мен барлық рецепттерді комментарийге жазып кететін боламын астына. Ұнымыздың үстіне бір чайная ложка разрыхителімізді болмаса сода салуға болады, бірақ соданы аз мөлшерде салу керек. Оның үстіне тоңазытқыштан шыққан салқын сары майымызды салып крошка дайындаймыз, яғни онымен майымызды араластырып аламыз. Жақсылап он мен майымызды қолымызбен араластырып аламыз да оның үстіне шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып қолымызбен бір араластырып аламыз. Және де үстіне жұмыртқамызды салып жұмсақ теста, яғни қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қамырымыз қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа тығыздықта дайын болады. Қамырымызды илеп қойып, бөлме температурасында 10-15 минутқа қойып болғаннан кейін барып тапамызға жазатын боламыз. Келесі салмасын дайындауға кірісеміз. Міне ыдыста қаймақты салып алдым. Оның үстіне шекерімізді саламыз және біртіндеп жұмыртқаларымыздың бәрін жарып аламыз. Міне жұмыртқалардың бәрін жарып алдым. Енді салмамды лопатканың көмегімен араластырамын. Егер сіздерде блендер болатын болса, блендермен араластырсаңыздар болады. Миксермен араластырудың қажеті жоқ. Теста жай бір-бірімен біріксе болды. Енді осы салмамызды қамырымыздың үстіне қоямыз. Ол үшін ең алдымен тестамызды тапамыздың үстіне жайғастырып алуымыз керек. Менде тапамның размері 24 сантиметр. Енді тапамызға қамырымыздың бәрін жайып шығамыз қолымызбен. Егер қолыңызға қамыр жабысатын болса, ұн сеуіп жабыстырсаңыздар болады. Ұнды көп мөлшерде сеудің қажеті жоқ. Мен тапамды алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді осының үстіне салмамыздың бәрін саламыз да пешке саламыз. Егер сіздерде ягода, жеміс-жидектер болса, үстіне қойсаңыздар болады. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте тез әрі оңай жасалатын сметаник. Бұл рецепті бір жасағаннан-ақ шығады. Егде сап көріңіздер. Мінекей, арасы өте нәзік. Бізде балалар өте қатты жақсы көреді осы пирогты. Бір күн жасағанда уже жоқ болып кетеді ғой, ертесі күнге дейін. Жасап көріңіздер. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.